Баршаға сәлем достар. Бүгін сіздерменен CapCut бағдарламасымен қысқаша таныстырып өтетін боламын. Бұл жерде мысалы мына CapCut'ты ашқан кезде осындай нәрсе шығады. Біз создать проектті басамыз, яғни жаңадан проект ашу үшін осылай кнопканы басып CapCut'тың бағдарламасына кіреміз. Ал мына жерде сіздермен таныстырып кетейін. Мынау біздің CapCut бағдарламасының библиотека файлы, яғни бұл жерде видео, аудио және де фото, сол сияқты бүткіл медиа файлдарды өзіңіз жинап реттеп алсаңыз болады. Мен мысалы мына жерде видеоны аламын, сосын оның жанына импортировать етіп, мына жерден изображение, яғни кез келген бір картинканы алып қоюыма да болады. Мен жақта мысалы мына бір картинканы қазір таңдаймын, открытті басып, сосын мына жерде импортировать етіп, музыка бөліміне кіріп, видеома сай бір кез келген музыканы алып қоямын. Мінекей бізде библиотекада медиа файлдарымыз дайындап алдық. Видео, фото, яғни музыка, оны тағы кез келген жерден де осылай алып қойсаңыздар да бола береді. Бізде енді осы жерде өзіміз керекті медиа файлдарды осы библиотека бөліміне жинап алып, мына жерден видеоның осы жерден кесіп осылайша қоюымызға да болады. Және мына жерде өзімізге сай қылып осылай рабочий пространствоны осылай істеп алсақ болады. Мынау жерде енді бұл таймлайн бөлімі, яғни мына time head деген, яғни сіздің видеоңызды көрсеткіш болып есептеледі. Бұл таймлайн бөлімі бізге нені үйретеді? Яғни бұл таймлайн бөлімі біздің жұмыс үстеліміз. Осы жерде біздің видеомызды қалай өңдеп жатырмыз, соның барлығын видеоға аудио қойып, видео қойып, керек емес жерін кесіп тастап, жанына картинка немесе видео файлдарды осылайша қосып отырып, біздің видеомызбен жұмыс істейтін жұмыс үстелі болып есептеледі. Яғни сіздер өздеріңіз қалағанша видео файлды қойып, керек емес жерлерін қиып, құрастырып, осылайша видео істейтін болсаңыздар, сіздер осы ең негізгі таймлайн бөлімінде істейтін боласыздар. Мен мысалы видеоның жанына осылайша видеоларды осылай құрастырып істейтін боламын. Енді сіздерге көрсете кетейін, ең негізгісі бұл жерде кейінгі орында тұратын, бұл жерде біздің бақылау терезесі болып есептеледі. Бұл бақылау терезесінде сіздің видеоңыз өңделіп жатқанның нәтижесін осылайша көретін боласыздар. Сіздер дәл осы бақылау терезесі арқылы таймлайн бөліміндегі сіздер өңдеген видеоның нәтижесін осы бақылау терезесіне көресіздер. Ал мына жерде біздің кез келген медиа файлымыздың настройкасын осылайша істеуімізге болады. Яғни біз масштабын үлкейтіп немесе кішірейтіп немесе орнын ауыстырып осылайша мына инструменттер арқылы біздің видеомызбен осылайша жұмыс істейтін боламыз. Мен мысалы мына жерде бүткіл функциялардың бәрімен таныстырып отырмаймын, себебі сіздермен өткен сабақта мен CapCut бағдарламасына сабақ өткен болатынмын. Яғни бұл жерде біз өзімізге керек қылып монтажды жасап алатын боламыз. Өзімізге қандай қолайлы келсе, дәл осы инструменттерді пайдалану арқылы біздің өзіміздің мына медиа файлымызға жеке настройка беретін боламыз. Яғни мына жерде бүткіл настройкалар барлығын біртіндеп үйреніп шығуға болады. Сіздермен мына жерде мысалы мен кішігірім түсіндіріп кетейін. Мына жерде удалить фон, хрома key деген пайдалану, яғни видеодағы керексіз бір түсті өшіріп тастау болып есептеледі. Мен мысалы мына жерде қызыл түске қойдым, яғни темный қызыл екен, сол темный қызыл түстің барлығын осылайша өшіріп тастайтын боламыз. Және де түсінікті болу үшін мына жерде бір футажды аламын. Мінекей қазір сіздерге көрсетейін. Мына жерде хрома key бөліміне кіремін. Сосын мына жерде бір белгілі бір түсті өшіріп тастаймын. Сол кезде бұл түс өшіп кетеді деген сөз. Яғни мінекей машинаның артында тұрған фондар барлығы жаңа өшіп кетті. Енді сіздерге түсінікті болу үшін, мен мысалы мына жерде өзімнің бір суретімді алатын боламын. Мен мысалы мына суретті таңдап аламын, библиотекаға тастап, дәл осы жерге осылай қойып аламын. Мінекей мен дәл осы суретімнің қазір астыңғы жағын кесіп тастаймын. Мына керексіз жерін осылайша қиып аламын. Сосын барып мына жерде хрома keyді пайдаланып, однотонный түсті осылайша жойып жіберуіме де болады. Немесе автоудалениені бассам, бұл автоматты түрде өшіріп тастайтын болады мендегі керек емес фонды. Яғни бұл портретный режим, адамның портретін осылайша автоматты түрде қиып беретін болады. Мына жерде обводка деген бар, яғни мендегі қиылған фонның артына қойылатын линиялар, яғни ақ полоса,
болып есептеледі. Мінекей менде барлығы дайын болды. Осылайша мен істеп алдым. Өзіме керек видеолар осылай құрастырып, настройкасын туырлап, өзім қалағанша істейтін боламын. Енді мен мына жерден бір видео файл аламын, яғни сіздерге тағы түсіндіріп өтейін. Тағы бір түсінікті болу үшін мен мысалы мына бір видеоны алып, библиотекаға алып, сосын таймлайнға тастап аламын. Мінекей менде таймлайнда тұр. Енді дәл осы жерде маскалармен жұмыс істесек болады. Мен мына маскаларды жүктеп аламын. Яғни маска деген мінекей сіздің видеоңыздың керек бір жерін көрсетеді. Сіз бұл масканы қалағанша өзіңіз редактировать етіп, осылай видеоңызға сай қылып қойып алсаңыз болады. Бұл масканы осылайша бұрып немесе мына жерде перосын да қосып осылай істеуіңізге болады. Яғни мен мына жерде кішігірім анимация ключевой көрсетіп кетейін. Мына жерде видео басталғанда осылайша анимация ойнайтын болады. Яғни мінекей өздеріңіз нәтижені көріп отырсыздар. Дәл осы сияқты өздеріңіз кез келген масканы осылайша видеоңызға пайдаланып қойсаңыз да болады. Яғни бұл маска бөлімі сіздерге жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Ал енді мына жерде ретуш деген бар екен. Яғни бұл адамның бетіндегі макияжды автоматты түрде істеп беретін функция болып есептеледі. Енді мына жерде звук бөліміне келетін болсақ, сіздерге көрсете кетейін. Мына видеодағы звукты көрсету үшін осылайша мен барынша кадрды үлкейтіп сіздерге көрсетейін. Мына жерде звук көріп отырсыздар. Яғни дыбысты, видеоның дыбысын түсіретін және арттыратын осындай настройка істеуге болады. Ал мына жерде затемнение деген бар. Бұл яғни сіздің видеоңыз басталғанда звук жай шығады. Ал мына жерде осветление видеоңыз бітіп жатқандағы звуктың жай бәсеңдеп бітуімен аяқталады деген сөз. Мына жерде нормализация және де көптеген настройкалар бар. Мына жерде дыбыстың сапасында өзгерсе болады. Яғни мына жерде ендігі кезекте скорость, яғни біз видеомызға кез келген жеріне бір скорость қоятын болсақ, видеоның үстінен басамыз да, сосын барып скорость бөліміне кіріп, видеоның скоростын осылайша арттырып та қоямыз, немесе мінекей нәтижені көріңіздер, немесе осылайша видеомыздың скоростын мына жерде қойып кривыйға кіріп, яғни мына жерден кез келген шаблонды пайдаланамыз. Яғни бұл біздің видеомыздың жылдамдығының графикасы болады. Яғни осы графика арқылы біз видеомызға өзіміз осылайша скорость береміз. Бұл скоростты өздеріңіз қалағанша көтеріп немесе түсіріп осылай настройка жасап видеоларыңызға қойып алсаңыздар да болады. Яғни мына жақта ендігі кезек анимация бөлімі видеомызға осылай басталуындағы және бітуіндегі және ортадағы анимациялар болып есептеледі. Мен мысалы осындай бір анимацияны видеома пайдаланатын боламын. Мінекей өздеріңіз көріңіздер нәтижені. Мына жерде видео біткендегі анимация болып есептеледі. Сіздерге жалпы түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Ал мына жерде видеоның анимациясы комбо, яғни видеоны бастан аяқ ойнап тұратын анимация болып есептеледі. Яғни сіздерге видеоның анимациясын кішігірім түсінікті болды деп ойлаймын. Ал мына жерде корректировка деген бар, яғни сіздің видеоңызға түс бояу беру. Яғни мына жерде бүткіл функциялар бар. Дәл осы функциялар арқылы сіз өзіңіздің видеоңызға керек настройканы, керек түсті осылайша беріп істеп отырсаңыздар да бола береді деген сөз. Яғни мына жерде настройкалар өте көп. Мен бұл бүткіл таныстырып жатқан настройкалар жайлы мен сабақ өткен болатынмын. Сол сабақтарды нөлден бастап өздеріңіз плейлистті ашып көрсеңіздер болады. Яғни новичоктар үшін бүткіл сабақты осылайша мен сіздерге плейлист арқылы нөлден бастап түсіндіретін боламын. Соның барлығын көріп шықсаңыздар, сіздер CapCut бағдарламасын 10 минутта емес, негізінде жақсы білетін болсаңыздар 10 минутта үйренесіздер. Ал онша мүлден хабарым жоқ десеңіздер, онда үйренулеріңізге біраз уақыт кететін болады. Жалпы сіздерге осы инструменттер бөлімі түсінікті болды деп ойлаймын. Мына жерде звук бөліміне келсек, осы жерде кез келген бір звукты алып өзіміздің видеомызға жүктеп қойсақ болады. Мінекей мен осы жерде бір аудио файлды аламын, өзімнің видеома осылайша қойып аламын. Яғни бұл ақылы немесе тегін де бола береді. Мына жерде өте көп поискқа кез келген музыканың атын жазып іздеп, мына жерде видеоңызға сай звук қойып, мына жерде авторский право, яғни извлечить аудио, яғни видеодағы звукты осылайша алуға да болады. Яғни тренд, тиктоктағы тренд музыкалар және CapCut бағдарламасына тіркеліп, өзіндегі музыкалармен пайдалансаңыздар болады. Мына жерде текст бөлімі бар. Текст бөліміне кіреміз, яғни өзіміздің видеомызға керек бір текстті жазып алатын боламыз. Мен мысалы мына жақта бір текстті аламын, осылайша мен текстіма настройка
настройкалар жасап қоятын боламын. Мінекей, мен текстіма шрифт қоямын, яғни және оның размерін үлкейтіп, мына жерде стиль қосамын, яғни өзімнің текстіме арналған осылай стиль қосып, осылайша стильдің мекен жайын өзгертіп, осылайша мына инструменттерді пайдалану арқылы мен өзімнің текстіме осылай настройка беретін боламын, яғни өзімнің видеома сай қылып осылайша қойып шығатын боламын. Яғни мына жерде настройкалар өте көп, әрқайсысы жайында мен сабақтар өткен болатынмын. Мына текстің стильдері, эффекттері және текст үшін арналған анимациялар, жалпы бұлар жайында мен сіздерге бүткіл сабақтарды өткен болатынмын. Видеоның соңында мен плейлисттерді тастап кетемін, сол жерде сіздер CapCut бағдарламасының 0-ден бастап про дәрежеге дейінгі бүткіл видео сабақтарды көріп шықсаңыздар да болады. Ал өздеріңіз білетіндей, мына жерде стикер бар, өзіміздің видеомызға қалаған бір стикерді алып қойсақ болады. Осы жерден үстінен бассаңыз өзі автоматты түрде жүктеледі, оны алып таймлинияға тастап, өзіңіздің видеоңызға сай қылып, настройкасын туырлап, осылайша қойсаңыздар да болады деген сөз. Ал ендігі кезекте мына жерде мен эффекті бөліміне кіремін. Осы жерде видеоға арналған кез келген эффектілер, мына жанр бар. Мен мысалы мына жерде бір эффектіні жүктеп аламын. Қазір мінекей мына жерде про деген бар, яғни ақылы және тегін эффектілер. Мен мына жерде бір тегін эффектін көрсетемін, яғни мына жерге сіздерге түсінікті болу үшін өздеріңіз нәтижені көріп отырсыздар. Осы эффектіні алып кез келген жерге пайдаланамын, яғни видеоға болсын, басқаға болсын, және видеоның өзіне арнайы эффектін де пайдалансам да болады. Жалпы сіздерге эффект түсінікті. Енді переход, яғни екі видеоның, екі медиа файлдың ортасындағы переход болып есептеледі. Ол үшін мына жерде біз анимацияны өшіріп тастаймыз және видео бөліміне кіріп, мына жерде кез келген бір переходты видеоның ортасына қоямыз. Сосын переходтың мына жерде скоросты бар, скоростын осылайша басып, көбейтіп, азайтып қойымызға да болады деген сөз. Мына жерде өзінің функциясы бар, соны пайдалану арқылы біз осылайша видеомызға переходтар қоямыз. Бұл жерде переходтың да жанрлары бар, қалаған переход қойсаңыздар болады. Мына жерде субтитр деген бар, яғни субтитр кез келген тілде, яғни бұл жерде қазақ тілінде бар екен, қазақ тілді субтитр компьютерде бар. Дәл осы жерде өзіңіз субтитріңізға осындай шаблондарды пайдаланып қойсаңыз да болады. Ал мына жерде фильтр деген бөлім бар. Дәл осы фильтр бөліміне кіресіз және мына жерден кез келген фильтрді видеоңызға алып осылайша жайғастырып қойып аласыз және сіз ол фильтрді үстінен басасыз. Дәл мына жерден қалағанша видеоңызға қойып алсаңыз да болады. Бастан аяқ немесе ортасына деген сияқты осылай фильтрді осылай пайдалануға болады. Яғни сіз фильтр бөліміне кіргеннен кейін осы жерде өте көп жанрлар бар, сол жанрлар арқылы фильтрді пайдаланасыз. Ал мына жерде корректировка деген бар екен, яғни LUT, preset деген. Яғни мына жерде корректировка сіз өзіңіз қолдан жасайтын фильтр болып есептеледі. Яғни мен мына бір корректировканы қоямын, мына жерден бүткіл настройкалардың барлығын өзіме ұнағанындай қылып осылайша настройт етіп аламын, яғни осылайша настройка жасап өзімнің фильтрімді осылайша қолдан істеп алсам болады деген сөз. Жалпы сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Мына жерде бір нәрсені, барлық видеоны создать сборник клип деп бір таймлинияға осылайша жинап алсам да болады деген сөз. Яғни мына жерде өздеріңіз білетіндей мен видеома осылай өзгертулер беріп, осындай мына инструменттер арқылы видеомен жұмыс істейтін боламын. Яғни видеоны кесіп тастау, оң жағынан сол жағынан кесу деген сияқты. Яғни бүткіл видеоның керек жеріне маркер қою, осылайша белгілеп алу деген сөз. Сосын мына жерде удалить ету деген сөз. Мен мына удалить етілсе қайтарып аламын және зависание, яғни сіздің видеоңызда таймхат тұрған жердегі видеоның скриншот етіп алатын функция болып есептеледі. Яғни мына жерде обратный перемотка деген бар. Сіздің видеоңызға наоборот обратный перемотка беретін болады. Мысалы мына сияқты. Мына жерде отразить деген бар. Яғни сіздің видеоңыздың мынандай нәтиже беретін болады. Мына жерде повернуть аудару, яғни мына жерде кесіп тастау, сол сияқты
инструменттер болады. Мына жерде инструменттің негізгі бөлімдеріне келсек, таңдау, кесу және оңға солға жылжыту деген. Яғни мен таңдау кнопкасын басып, алмас кнопкасын басып, осылай видеоның керек емес жерін кесіп, сосын таңдау кнопкасын басып, видеоны осылай таңдап, керек емес жерін осылайша мен кесіп, удалить етіп отыруыма да болады деген сөз. Жалпы мына жерде мен таймлинияны осылайша жақындатып, алыстатып көремін, және мына жерде видеоның үстінен диктофон басып, яғни дыбыс басуыма да болады. Мына настройкаларды өздеріңіз көріп тұрғандай, дәл осындай настройкалар осылай жұмыс істейтін болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мына настройкалар осылай видеоға жұмыс істейтін болады. Егер видеоны тез монтаждауды үйренгіңіз келсе, мына быстрый клавиш бөліміне кіріп, перне тақтада тұрған командаларды осылайша көріп алсаңыз болады. Яғни бұл сіздің жұмысыңызды оңайлатады және тездетеді. Енді менде видеом дайын болды. Енді мен экспорт бөліміне кіремін. Яғни мына жерде про версия сұрап тұр. Мен бұны сатып алмаймын. Сіздерге қазір кішігірім қылып көрсететін боламын. Яғни мына жерде обратноға кіріп, мына бүткіл видеоны өшіріп тастаймын. Сосын мына жерде импортировать файл етіп, өзіме осылайша видео құрастырып алатын боламын. Яғни мінекей, мына жерде кішігірім анимация істеуме де болады. Яғни картинканы осылайша бастапқы жерге қойып алып, мына жерде ключті қосамын, сосын 1-2 секунд өткізіп, осылай картинканы жылжытып, мына осындай видеоға осылайша анимациялар беріп, және ол ключевой анимацияны мына настройкалар арқылы өзгертуме болады. Яғни сіздерге мына көрсетіп жатқан бүткіл сабақтар менде барлығы бірме-бір түсіндірілген плейлистта орналасқан болатын. Яғни сіздер сол сабақтарды көру арқылы видео монтаж жасауды CapCut бағдарламасы арқылы игерулеріңізге, үйренулеріңізге де болады. Яғни мен осылай өзіме керекті етіп видеомды істеп алып, сосын экспорт бөліміне кіріп, видеоның мына жерде мен названиясын жазатын боламын. Сосын мына жерде экспорттайтын папканы осылайша таңдап аламын, және мына жерде видеоның качествосы және битрейті, сосын барып кодекті, сосын барып бұл MP3 немесе MOV формат және кадр секундтарын барлығын туырлап алуыма да болады. Мына жерде оптический поток бар, бұл бізге керек емес. Мына жерде звук GIF деген бар, яғни видеоңыз сақталғанда дыбысы да, яғни видеоңыз GIF болып та отдельно сақталады деген сөз. Мына жерде осылайша мен аудиомда жалпы бар ма жоқ па соны тексеріп алып, және видеоны осылайша экспорт етіп алуыма да болады. Жалпы сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Қош сау сәлемет, аман болыңыздар. Келесіде кездескенше.